Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қиярды тұздап және қысқа сақтау әдісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қиярымызды салқын суда жақсылап жуып алатын боламыз және де салқын суға 2 сағатқа салып қоямыз. Одан кейін банкаларымызды стерилизовать етеміз. Ол үшін мен мантаварканы қолдандым. Мантаваркаға су құйып, қайнатып, жуып тазаланған содамен жуылған банкаларымызды төңкеріп 7 минут булайтын боламыз. Бізге керек заттар: чеснок, болгар бұрышы, лавр жапырағы, қара бұрыштың ірісі, черный горошек перец, тұз, қант және де шөптерден хрен, укроп зонтик түрінде және шиенің жапырақтары қажет болады. 70% уксус және де аспирин қажет болады. Ыстық банкамызды алып, хрен жапырағын осылай орап, астына салатын боламыз. Укропты саламыз. Лавр жапырағы, чеснок, қара бұрыш, барлық дайындап алған заттарымызды салып шығамыз. Болгар бұрышын мен 4-ке бөлдім. Сол 4 бөліктің 2 бөлігін 1 литрлік банкаға салатын боламын. Және 2 чеснок салдым. Қара бұрыштан осындай 1 шай қасықтай шамасында салдым. Лавр жапырағы 2-3 данадан саламыз. Және менде мына жерде түспей қалыпты, шие жапырағын 2 данадан салып шықтым. Қиярларымызды осылай бірінен соң бірін салып орналастырып шығамыз. Енді тұз бенен қантты саламыз. 1 литрлік банкаға 1 ас қасық толтырмай тұз саламыз. 2 литрлік банкаға жабатын болсаңыз, 2 ас қасық толтырмай тұз саламыз. Бірінші осылай қайнап тұрған қатты ыстық суды құйып, бұл суды төгіп тастайтын боламыз. Тұз бізде консервант ретінде жүреді. Яғни біздің жаңағы шөптерімізде, қиярларымызда қалып кеткен анша-мұнша заттарды шайып, жақсартып шығарады. Осы бірінші құйған ыстық суымызда 15 минут тұратын болады. 15 минуттан кейін осындай қақпақпенен, тесіктері бар қақпақпенен ол суды төгіп тастайтын боламыз. Ол судың бізге қажеті жоқ. Бұл суда қиярларымыз 15 минут тұрды. Судың барлығын төгіп тастаймыз. Екінші рет құятын суымыз қатты сақырлап қайнап тұрған су болу қажет. Қайнап тұрған шағында банкамызға құятын боламыз. Суды төгіп тастағаннан кейін әр 1 литрлік банкамызға жарты ас қасық тұз салатын боламыз және жарты ас қасық қант салатын боламыз. Және де жаңағы айтқанымдай, қатты қайнап сақырлап тұрған суды құятын боламыз. Енді әрбір банкамызға жарты ас қасықтай 70% уксусты құйып шығамыз. Қақпақтарды да бір қайнатып аламыз. Банкамыз атылып кетпес үшін аспиринді 1 таблеткасын 2-ге бөліп, жарты таблеткадан салып шықтым. Қақпақтарымызды, қайнаған таза қақпақтарымызды жауып, закрывашкамен жабатын боламыз. Қақпағын жауып болғаннан кейін осылай жатқызып, ары-бері аунатамыз. Ішіндегі тұздары жақсы еритін болады. Және де егерде аузынан су төгіліп жатса, онда қақпағы дұрыс жабылмады деген сөз. Оны да тексеріп шығамыз.
Менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, өз ойыңызды комментарий бөлімінде қалдырып, сұрақтарыңыз болса жазуды сұраймын. Лайк басып, видеомды қолдауды да сұраймын. Банкам жақсы жабылды, ешқандай суы аққан жоқ, құрғақ. Енді осы банкамызды төңкеріп, үстінен жылы көрпемен орап қоятын боламыз. Банкаңыз атылмайды, бұл тексерілген рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын.